Негізі көп адамдар контент жасағанда, әсіресе блог түсіргенде контенттің маңыздылығын ол түсініп тұр, бірақ ұялады. Алайда есіңізде болсын, бұл сіздің ішкі қорқынышыңызда. Мына кетіп баратқан адамдар қазір мен өзімді видеоға түсіріп тұрсам, мына бір мақтанып жатыр деген сияқты ойлайды деп іштен ойлаймыз. Бірақ сіз басқа біреулер осылай түсіріп жатса, тура солай ойлайсыз ба? Мына жынды ма, немене блогер болып кетті. Жарайды, айтсын, ештеңе етпейді. Бірақ негізінде көп адамдар контенттің құндылығын жақсы екенін білген адамдар ол мойындайды, риза болады. Өйткені қаншама адамдар бар, солардың әрқайсысы осылай өзін түсіріп, жақсы контент айтып, камераға қарап сөйлей алу көп адамның қолынан келе бермейді екен. Сондықтан көптің бірі емес, ерекше болыңыз, сахнада сіз болыңыз, көрермендердің қатарында емес, өз өміріңіздің сахнасына өзіңіз шығыңыз. Жай ғана телефоныңызды алыңыз, осылай сөйлеп, мынау социофобия дейді ғой, соны жеңіп алсаңыз, ары қаратай бәрі жеңіл болады. Сіз туралы ешкім ештеңе ойламайды. Ертең өлесіз де қаласыз, сізді бәрі тіпті туған туыстарыңыз да ұмытып кетеді. Сондықтан тарихта қалыңыз, контент жасаңыз. Қазір бар мүмкіндік, бірақ бізде блогер деген сияқты, немесе бір инфобизнес деген сияқты кері жағына қаратай көбірек басымдық беріліп кетті да. Әйтпесе контенттің маңыздылығын түсінген адамдар өз деңгейінде тіпті үлкен кәсіпкерлер мен бизнесмендердің өзі өз блогтарын жүргізіп жатыр. Өйткені контенттің маңыздылығы өте ерекше болып тұр. Байқасаңыздар, мен өзімнің парақшаларымда, YouTube арнамда әртүрлі контенттерді сынап көріп жатырмын, эксперимент жасап жатырмын. Біраз болды. Әртүрлі форматтарда істеп жатырмын. Сондықтан дәл толығырақ бақылай берсеңіз болады, және осы арқылы қандай жетістікке жетсек болатынын мен айтқанмын. Осы біраз уақыттың ішінде 10 миллиард теңгеге шейін осы тек қана контент арқылы жасайтын боламын деп, Алла қаласа соған жетеді деген ойлаймын. Мені бақылап, қандай да бір нәтижемді көргіңіз келсе, жазылып тіркеліп қойды ұмытпаңыз.